Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Далада орындықтың үстінде отырған әжейдің жанынан өткен адамдар таңдана қарап өтіп жатты. Кейбірі жанына жақындап хал жағдайын білгісі келгенімен бәлесі тиер деді ме, сәл жанында тұрып қайтадан кері кетіп жатты. Осы сәтте телефонмен сөйлесіп келе жатқан жігіт қолындағы телефонын қолымен жауып бүгіле отырып әжейдің көзіне қарады. Көзі жұмылып, беті көгеріп кеткен әжейдің қолынан түртіп көрді. Жаны жоқ адамдай қолы сырғып түсіп әжей бір жағына құлай бергенде жігіт ұстай алып жан жағындағы адамдарды көмекке шақырды. Әп-сәтте адамдар жабыла жиналып әжейге көмекке келді. Біреуі телефонмен скорый шақырып кетсе, енді бірі әжейдің қолынан ұстап, жаңағы жігіт басын сүйеп, тіпті кейбіреулері не болды екен деген таңданыспен қарап қалған. Жиналған адамдарды неге жиналғанын білуге асыққандар артқы жағынан келіп қосылып жатты. Көп өтпей жедел жәрдем келіп әжейді алып кетті. Жиналған адамдар күбірлесіп тарқасып жатты. Бибігүл Қытайдан қазақ еліне отбасымен оралғанда жасы 25-те еді. Қытайдың қазақтар тұратын бір ауылында туып өсті. Жоғарғы оқуды сол жердегі университеттің бірінен медициналық мамандық бойынша бітірген еді. Өзі сондай сұлу қыз болатын. Ата-анасы 92 жылы үкіметтің ұсынысымен Шымкент қаласының шетіндегі бір ауылға малшы болып тұрақтаған. Әкесі үкімет берген бірнеше қойды бағып берген үйде ескі болса да балаларының болашағы үшін сол жерде қалған еді. Алғашқы жылдары ауыл адамдары ауылымызға Қытайдан қытайлар келіпті, көздері жұмсеген, не болса соны жейді екен. Үйіндегі құрт құмырсқамай жей беретін көрінеді, абайламаса кішкентай балаларды ұрлап кететінін көрінеді деп ауыл әйелдері түрлі қау өсек шығарып, ауыл адамдары үйіне батып кіре алмай алыстан айналып өтетін. Тіпті кейбір балалар есіктен сығалап үйден біреу шықса жан-жаққа қашатын. Бибігүл бауырлары сыртқа шығып, балалармен ойнап қайтса, үнемі жылап қайтатын. Анау сары бала мені мазақ етті, құмырсқа жейсің бе, қызыл қоңыз жейсің бе деді деп жылап келгенде, бауырын Бибігүл іштей тынып жұбататын. Уақыт өте ауыл адамдары жақын араласып, олардың да өздері сияқты қазақ екенін түсініп, қонақжайлы, үлгілі отбасы екенін айтып жүрді. Ауыл әкімі өз қолымен әкесін марапаттап та кеткен еді. Уақыт өтіп, Бибігүл қалаға жұмысқа орналасуға жолға шығады. Сол жерден автобуспен келе жатып, өзінің ұнатқан жігітін кездестіреді. Екі ғашық жиі кездесіп, көңіл жарастырып, жаз айында үйлену тойына дайындық жасайды. Бірақ тағдыр олар қалағандай болмай шықты. Ауылдағы Бибігүлді ұнататын жігіт ол жайында сыбысты естіп, жанына бірнеше жолдас балаларын ертіп, Бибігүлдің тұрған жерін анықтап алып қашып келеді. Екедегі жасқа толған Бибігүл кетемге салғанымен, жан-жағынан шыққан жеңгелері күшпен орамал салып, айтқанын істетіп алып қалады. Оны естіген жігіті артынан келгенімен, алдынан шыққан бірнеше жігіт соққыға жығып кетеді. Бибігүлге, егер осында қалмасаң, осы жігіт өлетін болады деп қыспақ көрсетеді. Ол кездегі елде болып жатқан заңсыз әрекеттерден қорықты ма, Бибігүл де әке-шешесі де қарсы болмай, сол отбасының айтқанына көніп қала берген еді. Күйеуі сол ауылдың атаманы екенін Бибігүл кейін келе неше түрлі жасаған әрекеттерінен білді. Топ құрып, түрлі тіршілік жасады. Бибігүл баладан бала туып үйде декретте өмір өтіп жатты. Жанына бататына 6 баласына қарай алмай, 7-шісіне жүкті болғаны еді. Уақыт өтіп жатты. Күйеуі қылмыс істегенімен қоймай, түрлі қылық шығарып, қыз қырқынды жағылып кететін болды. Балаларын ойлап, Бибігүл әртүрлі жұмыс істеп, басқа әйелдер сияқты ала дорба көтеріп, бір жастағы баласын үлкеніне тастап, базар жағалап кетті. Үйленген жары махаббатын ғана емес, бақытын да ұрлаған сияқты. Сол сәттер оның есінен кетпей, ішінде өкініш болып қалды. Жалғыз қуанышы болса балалар еді. Бүгінде балалары ер жетіп, үйленіп, бой жетіп тұрмысқа шыққан еді. Талай қиындықты бастан өткізіп,
өмірге қосқанына қуанған Бибігүл далада тұрған орындықта біраз отырып, жас кезінде басынан өткізген махаббатын көз алдына елестетті. Сол сәттердегі сезім өзін қол бұлғап шақырғандай көздері жұмылып, алыс тұңғиыққа батып бара жатқан еді. Көзін ашып оянса, ауруханада жатыр екен. Жан-жағына жиналған балалары өзінің олар үшін қаншалықты маңызды екенін көрсеткендей жан-жағына жиналып алыпты. Кезек-кезегімен анасын құшақтап, жанынан шыққысы келмейді. Сізге көмек көрсеткен осы жігіт деп ұзын бойлы, ақ тісті жігітті баласы таныстырғанда Бибігүл айтарға сөз таппай таңданып қарап қалған еді. Түрі, қарағаны, сөйлегені, жүргені, күлгені бәрі сол адамдікі еді. 80% алмаған еді. Адам қалай осылай ұқсайды екен? Ойында ештеңе жоқ. Жігіт күле келіп Бибігүлге амандасып жатты. Анасының бейтаныс жігітке таңдана біртүрлі қарап қалғаны басқалары да байқап қалса керек. Кенже қызы анасының қолын ұстап, иығынан құшақтап, «Анашым, сізде бәрі дұрыс па? Бір жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Түріңіз сұрланып кетіпті». Кенжесінің жанына келіп, сұрағы ойын бөлсе керек. Бибігүл селк етіп өзіне келе, «Менде бәрі дұрыс қызым, босқа уайымдама». Өне бойын тоқ ұрғандай бір түрлі сезім билеген Бибігүл не айтарын білмей күбіртіктеп барып, «Айналайын, бақытты бол. Кімнің баласы едің?» «Әумин, айтқаныңыз келсін. Арысбектің әулеті әкем Жарқын». Жарқын деген есімді естігенде Бибігүлдің жүрегі толап сала берді. Кім ойлаған? 25 жылдан кейін ұлын кездестіремін деп. Тағдыр-ай десеңізші. Кім ойлапты? Бір көргеннен ұқсатып еді, күдігі расталды. Не қуанатынын, не жылайтынын білмей, абыр-сабыр күйге түсті. Жүрек құрғыр шымырлап кетті. Өткен өмірдегі жараның бетін тырнап жатқандай. Жас өмірін арнап, ұрпағын ербіткен күйеуі жарты жолдан тастап кеткелі де біраз өтті. Ойын жинақтаған Бибігүл жас жігітке қарап, ойлы көзбен сан сұрақтың жауабын алғысы келді. Бірақ батылы жетпей мұңлы көзбен ол жігітке ұзақ қарады. Сол сәтте дәрігер де ішке еніп, одан әрі мазалауға болмайтынын айтып, барлығын шығарып салды. Сол күні Бибігүл өзінің ойымен арпалысып жатты. Келесі күні бәрі жақсы болған соң үйіне шығарды. Көп өтпей, кенже қызы өзінің ұнатып жүрген адамы бар екенін анасына ескертті. Ол жағдайдан соң, біраз уақыт өткен соң, Бибігүл болған оқиғаны ұмытқан еді. Қызы анасына жігітін таныстырғысы келетінін жеткізді. Бибігүл жылы қызының ұсынысын қабылдап, барын салып, сол күнге дайындық жасайды. Міне, бүгін сол күн. Дастарханды жайнатып қойып, жақсы киініп, Бибігүл мен қызы келетін қонақты күтті. Бір сәтте есіктің қоңырауы соғылып, қызы жүгіре басып, есік ашқан болатын. Үстін түзе келіп есікке жақындай бергенде, арғы жағының қолына гүл мен конфет ұстағып кірген жас жігітке Бибігүл тағы да таңданып қарап қалды. Бұл жолы ол оны күтпеген еді. Әппақ тістері көрініп, жүзі күлімдеп кірген жігіт бірден өткендегі өзі көмек берген қыздың анасымен амандасты. Жарқынның ұлын күйеу бала ететініне сенбеген Бибігүл аң-таң. Тағдыр айналдырып келіп бұрынғы махаббатымен кездестіріп қойғандай. Бұл жайды тек өзі ғана білетін еді. Қызы анасына қарап, «Мама, помниш, өткенде саған көмектесіп еді ғой? Сол жігіт енді сіздің күйеу балаңыз болады. Сізге көмектесіп қана қойған жоқ, қызыңыздың жүрегін жаулап үлгерді». Қызының қуанышын бөлгісі келмей, іштей арпалысқан ойын білдірместен Бибігүл, «Егер сенде жарасып, қосылып, бақытты болып жатсаңдар, менен бақытты адам болмас еді. Жүріңдер, дастарханға отырайық» деп, жастарды үстелге шақырып, үстел үстінде жаймен Жарқынның баласымен танысты. Әкесі бар, анасы өмірден өткен. Әпкесі тұрмыста өзінен кейінгісі қарындасы бар болып шықты. Бибігүл күйеу баласының есімі Есболат екенін де білді. Өткенде іштей арпалысып, сөзінің соңын тыңдамап еді, бүгін барлық әңгімесін точка нүктесіне дейін тыңдап отырды.
Қызының тағдырына алаңдаса керек. Кешкі танысу шайы бітті. Бибігүлдің көңілінен күйеу баласы шықты. Жастарға батасын берді. Енді алдағы уақытта құдасымен кездеспек. Жарқынның бұрынғы бейнесі ғана есінде. Оны қалай елестету керек екенін де білмейді. Кездесуге де дайын болмай шықты. Екінші күні көз ілмеді. Шындықты қызына айтқысы келеді. Бірақ оның қалай қабылдайтынын да білмейді. Балаларының қамын ойлап жүріп, жөні түзу құрбысы да болмапты. Көрші келіншекке айтқысы келіп еді, батпады. Уақыт жақындап, құдасымен танысуға бір күн қалғанда үлкен қызын шақырып, ішіндегі сырымен бөлісті. Анасын үнсіз тыңдап шыққан қызы көзіне жас алып, анасын құшақтап егіле жылады. Мама, неге осының бәрін ертерек айтпадың? Сен жастық шағыңда махаббатыңмен айырылғаныңмен қоймай, бізді асырап, өмірдің ащы тұщысында көрдің. Осының бәрін ішіңе қалай сыйдырғансың? Қыз екеуі ұзақ сөйлесіп, ішіндегі шегін шығарды әйтеуір. Анашым, онда тұрған ештеңе жоқ. Қайта қонбайсыз ба? Именно сол адаммен құда болатыныңызға. Мейлі кім не демесін. Балаларыңыз өскен, сіз ең бақытты жансыз. Жақсылап киініп, әдемі болып барыңыз. Мүмкін тағдыр табыстырып тұрған шығар сіздерді, деп шымойып келе. Қойшы, сенде не болса соны айт. Деп Бибігүл аузынан шыққан сөзбен қызарып, бетінен білінген эмоциясы сәйкес келмесе де бой бермей. Сол күні қыз екеуі базардан жақсы көйлек алып, өзін сәнге келтіріп дайындалған еді. Ертесінде жақсы көңіл күймен қыз екеуі құдасымен күйеу баласы келетін кафеге қарай бет алды. Іштей бір сезім қылт ете қалды ма, әлде бұрынғы сүйіктісінің алдында өзін жақсы көрсеткісі келді ме екен? Бүгін Бибігүл мүлдем басқа. Өзін күндегіден әлде қайда сергек ұстап тұр. Жүзінен күлкі мен әдеміліктің ізі байқалады. Бәлкім ішкі жан дүниесі сыртына эмоциясымен шығып тұрғаннан болар. Такси сырты қоңыр, әйнектері ашық бір кафенің алдына келіп тоқтады. Машинадан түсіп жатып, жүрегі дүрсілдеп сала берді. Өмірінде қанша қиындық көріп, күйеу үйіне ішіп келген күні өзіне қол көтеретінін білсе де, бойынан ешқандай адреналин бөлініп, қалшылдап дірілдеген емес еді. Өзін қалай сабырға шақырарын білмей біраз састы. Басына түспесе басқа біреу болса, әрнені айта салар. Бірақ бұны тек жан дүниесімен сезінген жан ғана түсінетін анық. Қызы машинадан әзер түсіп жатқан анасына, «Мам, тездетіңіз, итак кешігіп жатырмыз». «Иә, қызым, сәл күтші» деп, үсті басын түзеп, кеудесін ұстап терең тыныс алған Бибігүл. Анасы мен қызы кафеге бірге кіргенімен жан дүниелеріндегі сезім әр басқа еді. Екеуі ішке ене бере алдынан күйеу баласы шықты. Беттеріне сүйіп амандаса, келесі қатарда соңында тұрған диваны бар столға алып келді. Күйеу баласы енесі мен қалыңдығын сыйлап, алдымен жүрген жолын нұсқады. Аяғы тартпаған Бибігүл столға жақындай бере, толық денелі, шаша ағарған, костюм киіп теріс қарап отырған ер адамды көрді. Жақындай бергенде, орнынан тұрған ер адам столға жақындаған қызы мен анасын көріп, орнында тұрып амандасып жатып, көзі бірден таныс жүзге түсті. Бибігүл ештеңе сезбей қолын сүйіп амандасып жатқан Жарқынға қарап қалғанында екеуінің жанарлары тоғысқан еді. Бибігүлдің беті қызарып, таңдана қараған Жарқынның жанарына көзін тайдырып, ол нұсқаған орындыққа отырып жатты. Адам қанша жерден өзгергенімен көзқарасы кім екенін жасырсын ба? Сол баяғы өзін атқан көзқарастар. Аздап жүзін әжім басқанымен, ішкі жан дүниесі сол адам екенін сездіріп тұр. Бибігүлдің жанарынан ақ ішкі жан дүниесін сезуге болады. Жарқын Бибігүлге таңдана қарап айтарға сөз таппай біраз қиналды. Күтпеген сыйға дайын болмай шықты. Орындығына жайғасқан соң, даяшы столда тұрған стаканға су құйып бастады. Жарқын алдындағы суды ішіп, өзіне келуге тырысты. Бастапқыдай емес, Бибігүл өзін еркін ұстауға тырысып, Жарқынмен енді танысқандай кейіп танытты. Ондағы ойы жастар қате түсініп қалмасын деген ой еді. Бірақ сол бір сәттегі кездер кеше ғана болғандай,
жүрегін сыздатып бара жатты. Екеуі бір-біріне қараса, жанарымен бәрін оқып қоятындай әсерде болды. Жастар бір-бірімен сөйлесіп отырып, күйеу баласы тұрып, сөз бастап, әкесімен қайнанасымен таныстырып жатты. Екеуі де енді танысқандай кейіп танытып басын изеді. Аста келді. Азды көпті әңгімеден кейін Бибігүл таза ауа жұтып келейін деп сыртқа шығып кетті. Оның соңынан әжетханаға деп әкесі де шығып кетті. Жарқын артына қарайлап Бибігүлдің соңынан шықты. Есік алдында шыға берістегі темірде сүйеніп тұрған Бибігүлдің жанына келген Жарқын темірге қолын қойып тұрып: "Бүгін ауа райы керемет. Көктемнің шуақты күні деп осыны айт. Сол бір кездердегі сияқты. Қалың қалай Бибігүл? Өзің дым өзгермепсің. Сол баяғы қалпыңдасың. Керісінше жасарып әдеміленіп кетіпсің. Қойшы сенде қайдағыны айтып" деп Бибігүл жымиып күліп: "Осылай күліп жүрші, саған жарасады. Не айтып кеттің? Біз құдағи болайық деп жатырмыз." Жас қыз бен жігіттік кездер әлде қайда өтіп кеткен. Осы кездесуде бекер емес шығар. Жасың енді 50-ден асты. Қалжыңдайтын кезде тауыпсың. Осындай әңгіме айту саған жараса ма? Одан да балалардың бақытты болғанын тілейік. Жүр, ішке кірейік. Балалар секем алып қалмасын, деді Бибігүл Жарқынды ішке қарай жүруін өтініп. Өстесің ғой сен. Сол баяғы бір беткейлігін қылмапты деп ішке кіре сөйлеп. Ішке кірген соң Бибігүл өзін еркін сезіне бастады. Кеш әрмен қарай жақсы өтті. Балаларына қарап екеуі сүйсініп отырды. Жарқын жаңа құдағайы мен келінін үйіне жеткізіп тастады. Сол күні Бибігүл өте көңілді жүрді. Жарқынның мақтап айтқан ерекше сөзі оған бір күн азық болғандай ма, өз-өзімен күліп ашыла түсті. Күйеуі кемсіту мен ұрып соққаннан басқа ештеңе көрсетпей келген Бибігүлге бағана айтқан Жарқынның жылы сөздері жанының жарасын емдегенде. Уақыт зымырап өтіп жатты. Бибігүлдің қызы тұрмысқа шыққан, аяғы ауыр. Құдасы екеуінің сыйластығы ерекше. Жарқынды көргенде қылт ете қалатын ерекше сезімнің соңы сыйластықпен артқан. Бір-бірін жақсы түсінісіп, қолдап отырады. Бүгін Бибігүл ерекше дайындықпен жүрді. Қызын роддомнан шығаратын күн еді. Түске қарай құдасы алып кету керек болған. Әдеттегідей айнаға қарап өзін ретке келтірді. Керек затын алып, есік алдынан шыға бергенде сыртын безендірген ерекше машинаның есік алдында тұрғанын көрді. Құдасы Бибігүлді көріп, машинадан түсіп есік ашты. Екеуі әңгімелесіп роддомға да жетті. Ұлы да достарымен гүл шарын дайындап дайын тұр екен. Ішке барлығы кіре бергенде арғы жағынан нәрестесін медсестра көтерген қызы шықты. Қуаныштан бір-бірін құттықтап суретке түсіп жатты. Көзін әзер ашып жатқан қызыл шақалақты бірге көтеріп ескеп тұрған Бибігүл мен Жарқынның осыдан 30 жыл бұрынғы армандаған армандары орындалғандай күй кешті. Көзіне жас алған Бибігүл іштей Аллаға 1000 мәрте шүкіршілік етіп тұрған еді. Құдағайымен ақылдасып, немересіне Арман деген есім берген болатын. Тағы бір тілектері орындалғандай. Бүгінде Арман 2-ден асты. Өмірде түрлі сынақтар болады. Соның бәрінен өту үшін аздап шыдаммен сабыр керек екен. Жас кезінде өмірдің түрлі белесінен өтсем де, Алладан күдер үзбей, әр күніме шүкір еттім. Аллам дұғамды қабыл алып, бүгін міне немере шөберемнің қызығын көріп, балаларымның алақанында отырмын. Бақыт деген осы шығар сірә. Күйеу балам Түркия еліне демалуға билет алыпты. Сол жаққа құдам бар, немерем бар, қызым мен күйеу балам бар, қыдырып қайтпақ жайымыз бар деп сөзін тамамдады Бибігүл әпкеміз.